алейкум достар. Бұл біздің 10-шы сабағымыз. Өткенде айтып едім, мен PicsArt'тың ішін толық сіздерге таныстырып шығам деп. Мінекей таныстырып шығуға жөн келді. Біздің ВК группамыз Photoshop сабақтары деген группа достар. Тіркеліңіздер. Мен астына өзімнің ВК группамның ссылкасын қалдырам. Сол жерге жазылу арқылы топты таба аласыздар. Мінекей біздің PicsArt. Қазірде бұл PicsArt'ның дизайны өзгеріп кеткен. Бірінші біздің инструменттен бастайық. Ол үшін мен поворот қылып алайын экран. Сол үшін сіздер түсінбей қалмаңыздар. Поворот қылып алдым. Мінекей бірінші инструменттен бастаймыз достар. Бірінші обрезать. Кез келген Photoshop істейтін адам біледі бұны. Обрезать не екенін. Бұл қырқу, яғни өзіңіздің қалаған жеріңізді. Келесі свободное. Бұл свободное деген, яғни вырезать, қырқудың екінші түрін атқарады. Бұл өзіңіздің осылай қызылмен бояп алған жеріңізді қырқып аласыз. Қазір мен мына жерді боядым ба? Осы жер керек, тек қана осы жер ғана керек болса, мінекей осы жерді ғана қырқып алам. Окейді басқан кезде мінекей бояғыш және де өшіргішпен ары қарап баса бересіздер. Кейінгісі бізде обрезка форма. Формамен қырқып аласыздар. Кейде логотип немесе не жасаған кезде бұл таптырмайтын құрал. Домалақ қылып бір логотипті қырқып алып сақтай бересіздер. PNG форматында сақталынады. Келесі бізде выбор форматта. Бұны білесіздер, денені бөлу деген сабақты көрсеңіздер, бұны мен толықтай түсіндіріп шығам. Бұл мінекей өзіңізге керек жерді төрт бұрышты немесе бояп сызып алып, басқа жерге копировать ставить қылып қоя бересіздер. Мінекей бұның осындай қасиеттері бар. Келесі бізде перспектива, яғни шексіздік. Бұны осылай 3D қылып басқарсаңыздар да болады, бірақ та сағат көп пайдаланбайды екен. Бұның да өзінің пайдаланатын жерлері бар достар. Бір түскен кезде немесе бір фотосессияларда керемет пайдалануға болады бұны. Окей, келесі бізде клонировать деген болу керек. Мінекей бұл көбінесе осы нені пайдаланамыз достар. Бір шашыңыздың тікірейіп қалған жерлерін қысқартуға болады. Бұнымен көптеген бұны пайдаланып білген адам көптеген бұны не алады. Мінекей көк пен плюс бір жерге қойып қоясыздар, екіншісі соның арақашықтығын алады. Яғни өзіңіздің қалаған жеріңізді мінекей көрдіңіздер, бір жерден екінші жерге жақсы көшіреді достар. Бұмен баршасын басқаруға болады. Келесі бізде движение, яғни бұны қазір көрсетем достар. Осылайынан өтірік қырқып алайын мен. Бұны көбісі пайдаланбайды. Бұны пайдалансаңыздар, мінекей керемет нәрсе. Линейная дегенде тұр. Қазір бесплатный қойып көрсетем. Мінекей бесплатный қойған кезде осылай әдем. Бұны четко қылып қырқып, шет-шетін точно қылып қырқып шықсаңыздар, адамды керемет шығады. Мінекей келесі бізде растяжка. Растяжканы білесіздер, шашылу деген сабақта мен көрсеткен болатын. Осылай бөлесіздер немесе қайта кіргізесіздер. Біреулер денесін шығарып жатады осымен. Бұны яғни пластикалық десе де болады. Мінекей адамның түрін әртүрлі қылатын форма. Бұны баяғыдан бар. Кривые деген бар. Бұл жарықтың светокоррекцияны таптырмас құралы. Бұны астына түсіріп тастасаңыздар қара, жоғары көтеріп тастасаңыздар ақ. Осы мінекей мінекей қазір ортама, ортаны ағартады. Мен ұстаған жерім фотоның ұсталған жері болады. Мінекей астыңғы жағынан ұстасам, сол жер мінекей осы жерден жасыл түсті, қызыл түсті аударып алсаңыздар болады. Яғни светті жасыл түсті свет қылып береді. Және де осы жерден фон жасауға оңай. Келесі бізде ориентировка. Бұл жерде асаға түсіндірмей қойын достар. Кез келген Photoshop істеп жүрген адамдар түсінеді. Яркость, контраст, насыщаемость, оттенка, тени деген. Яғни контраст бәрін оны улучшить, яғни суретті өңдеу ма сондай болу керек. Бұл көбінесе бір жарыққа қарап қалған жерлер. Бұның да өзінің пайдаланатын жерлері бар негізінде. Асағаты пайдаланбайды екен. Наклон, яғни фокус. Көп приложениелерде бар, білесіздер. Осындай домалақ және сопақ фокус. Бұны істемей қойғандарыңыз болады бұл жерден. Келесі бізде размерін, яғни размерін білу. Изображение, яғни суреттің размерін көрсетіліп тұрады. Бұл жерде поворот. Бұны да білесіздер. Яғни жаңа сөзімді аяқтайын. Блурды FX-тен істеген дұрыс қазір. Келесі бізде FX, яғни эффект, фильтрлер. Pop art дейді, түрлі-түрлілер бар достар. Бұл жерде сіздерге түсіндірудің қажет жоқ. Бұны баршаңыз білесіздер. Мына жерде бар енді. Яғни осы нені түсіндіріп кетейін. You Can Perfect дегенді білесіздер ғой. You Can Perfect'тің осы PicsArt'тағы функциялары осы ең соңғысы.
тысты ағарту, көзді, бетті тегістеу барлығы осы жерден қолданады. Келесі бізде добавить фото. Добавить фотоны жақсы білесіздер, біздің әр фотошопымызда қолданады сол добавить фото. Келесі бізде инсташоттың несін атқарады. Мен өте тез мына видео неге екенін мен бұны бұрында түсіргенмін, қайта өңдеп жатырмын. Білесіздер, YouTube мен біраз нелерім авторский право алып тастаған. Мынау граница деген осындай рамканың шет-шетін әдемілеп береді. Граница бұны көбінесе білмеймін, өзім қолданбайды екенмін. Маска. Мына жерден дайын текстуралар. Мен бұның тек қана біріншісін және де соңғыларын қолданам. Текстура мүлдем қолданбаймын, шыны керек. Тартып аламын мен Google-ден керек нәрсемді. Мінекей келесі айрыс, әртүрлі мінекей түрлі светтер. Бұны басқаша да атайды негізінден. Келесі бізде рисовать. Рисовайтта сіз арнайы өзіңіз кіріп бір 10 минуттай шұқылап барып түсінесіздер. Бұл жерде қазір қысқа көрсетіп кетейін. Текст деген бар. Бұл жердің текстінің ерекшелігін айтайын қазір. Өтірік бір бәлелерді жаза салайын. Готов. Бұл жерде анау не сияқты қоймаймыз. Бір жерді ұстап тұрып, экран ұстап тұрып, сызып қалсаңыздар жазылады. Мінекей. Экран ұстап, сызып қалсаңыздар жазылады. Ана текст сияқты емес. Мінекей бұл жердің келесі бізде фигура, кист, яғни кист. Бұл жерде түрлі кисттер бар. Мына шашырату, неғылу, в общем, бұл жермен қалағаныңыз. Бұл жер яғни paint қой, короче. Яғни paint деген білесіздер, мектеп кезде сурет салатын жер. Келесі бізде текст. Зарина деп жазаймыз. Далі, окей. Мінекей мынандай тексттер, осы шрифттерді қазір мен өзім таппай жүрмін. Қазақша шрифттер бұлар. Мінекей достар, көріп жатсыздар, смешать экран, текст, яғни бұл жерден көлеңкесінде өздеріңіздің барынша ақылдарымыз өздеріңіз кіріп көріңіздер. Жайғана мен бұл жерлер не қызмет атқаратынын көрсетіп кетейін. Градиент деген болып жатыр қазір. Асты қызыл, яғни бір түсті, бір текстті екі түсті қолдану. Бас жағы сары, аяқ жағы қызыл болады. Келесі бізде наклейка. Наклейка қазір бұл стикер болып өзгеріп кетті. Яғни стикердің ішінде көптеген бірінші клип арт болды, кейін наклейка болды. Мінекей дайын осындай болып тұрады. Қазір бұл жер мүлдем басқаша көрінеді, сіздер қазіргі пиксартпен көріп жатсаңыздар. Келесі бізде, яғни қазір бұл наклейка болып өзгерді. Қазір кейінді, бұрында бұлар басқаша аталған. Бұл жердің өзінің ерекшеліктері бар. Блик, яғни күн сәулесі, жарықтар, машинаның фары барлығы бар бұл жерде. Мінекей күн сәулесі мына басынан ұстап, мына басын екіге бөлінеді. Мінекей түнде не қылып жатқасын, ұйқым келіп. Маска, яғни логотип, тағы да басқа формаларды істеудің ең оңай керемет. Мінекей дәл осылай бас шықты. Мінекей иньянның суретін көріп тұрсыздар ма? Домалақ ақ-қара. Соны бассаңыздар негізінен сурет ауысады. Қазір көрсетіп кеткенде болар, кетіп қалды. Мінекей келесі рамка. Мінекей мен бұл видеоны қателеспесем достар, күзде ма жазда ма түсіргем, неғып сонша асығып түсіргенімді түсінбей жатырмын. Қазір уже қанша 6 ма 7 ай өтіп кеткен екен бұл видеоға. Мінекей новый, яғни соңғысы магазин. Осы жерден тартасыздар. Бесплатно, платно болып бөлінеді бұл жерде. Яғни бізде Photoshop сабақтар группасында тегін осыларды тегін алудың версиясы, яғни тегін клип арттар бар, пиксарттың версиясы бар. Оны мен астына өзімнің ВК-ның ссылкасын қалдырам, сол жерден дружба тастап, немесе менің сообществомды тексерсеңіздер, Photoshop сабақтары бар, сол жерден көре аласыздар. Сіздерге пайдам тиді деген ойдамын достар. Сау, саламатта болыңыздар.